Күз табиғаттың ең әсем шағы, бояуы қанық көңілі шуақты мезгіл. Осы бір тамаша уақытта нөмірі 174-ші мектеп гимназиясында 2-ші сыныптар арасында күз аруы байқауы ұйымдастырылды. Байқауға қатысқан кішкентай өнерпаздар өз өнерлерін тапқырлығын және сәнге деген ерекше талғамдарын көрсетті. Әр қатысушының киім үлгісі мен қолөнер бұйымдары күздің суығын айшықтап, көрерменге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Бастауыш сыныптарының 10 күндік аясында күз аруы сайысы өтіп жатыр. Оған 13 класс қатысып жатыр. Қазір енді олар бірінші көрсеткендері таныстыру болды, екінші өнерлерін көрсетті, қолдан жасаған үй тапсырмасына берілген тапсырмаларын көрсетті. Одан кейін мода көрсетті, көріктерін көрсетті. Өте тамаша өтіп жатыр. Қазір енді бас жүлдені бірінші орында алу өте қиын болайын деп тұр бізге. Мен қызым өте қарқынды дайындалды десем болады. Бұдан былай халықаралық конкурсқа қатысқан болатын Ташкенттегі. Және де Қазақстандағы Түркістан, Тараз қалаларында конкурсқа қатысқан болатын. Дайындығы өте жақсы, қарқынды өтті деп айта аламын. Себебі тек қана өз өнерін ғана көрсетпей, бұл жерде ас мәзірімен де күзге дайындық, күзгі қанша өз өнерінде, өлеңінде, биінде деген сияқты. Кеш соңында үздік өнер көрсеткен оқушылар түрлі номинациялар бойынша марапатталып, естелік сыйлықтарға ие болды. Жылы жүздер мен балғын күлкіге толы бұл кеш мектеп өміріндегі ең көрікті сәттердің бірі болды.